Саламатсыздар, құрметті халқым, қаларыңыз қалай? Аман есенсіздер ма? Қазір бір нәтижемді сіздермен бөлісейін, өйткені маған ерекше нәтиже болып тұр. Жаңа кіріп келсем, қызым күліп отыр. Бұл келген кезде қабағы түйіңкі, қап-қара түрі, адаммен сөйлеспейді. Мен жаңа кішкене орысша сөйлеймін ғой. Өз-өзімді қолға ал, анау сол кішкене жек көріп қалмаймын, артынан өзім сөйтіп ойлап жүрмін. Түйсем жоқ, жаңа менің құшақтап бетім сүйіп жатыр. Күшті басылды дейді ауруы. Неден ауырған, қандай ауырған, қанша жыл ем алып жүріңіздер, бәрін айтыңыздар. Өйткені мына бала сияқты ауырып жүрген балаларыңыз болса алып келіңіздер. Осы табиғи жолмен қуатты күшейтіп, бүкіл аурудан айығуға болады ғой. Мен тағы бір мәрте айта аламыз. Менің қызым Мөлдір, біз бұл 5 жасынан бастап ауырған, 5 жасынан далада қатты салқыннан тиіп, бұл больницада жатты. Пневмония болып жатты 18 күн. Одан шыққаннан кейін қыз оңалған жоқ. Бұрынғы осылай аурумен жүр. Мен шынымды айтсам, сол 5 жасынан бастап 10 жылға дейін. Осының аурумен күресіп жүр. Қазір қаншада? 14 жыл. 10 жыл. Иә, 10 жыл. 10 жыл бойы осы баламен арпалысып келе жатырмын. Шындығы керек. Бүкіл жерге барамын. Қала демеймін, жаңағы анда-мында демеймін. Қай жерге қалай ауырады, айтыңызшы сонда? Жоқ, жаңа пневмониядан кейін ағай 10 жыл қалай ауырды? Ол кишечник деп шешті, врач. Симптом қалай? Ол не іші ауырады, екіге бүктеледі, ауа жетпейді, ауа жетпейді, жүрек қысылады. Мектепте мүлдем отыра алмайды. Мектепте отыра алмай, коридорға шығарып жібереді, бірақ ұрсып қайтадан кіргізеді классқа. Бала отыра алмайды, сосын маған қайта жұмысына кедергі жасап, мені шақыра береді. Мама, мен ауырып қалдым, мама деп маған ұзақ. 10 жыл бойы осылай ауырды. Осылай жүрдім. Сосын бармаған жерім жоқ, анда бардым, мында бардым, шындығы керек, бүкіл УЗИ-ға өттім, бүкіл неден өттім. Не деп диагноз қойдың? Сол кезде кишечник деп қойдым. Біз кишечникпен арпалыстық. Дәрі іштік, өттік-беттік болғанда болмады. Содан Алланың қалауы шығар деді. Содан жұмыста бір үлкен кісі, Ұлжан апа деген кісі, маған айтты, қызым сен осында баршы, мен барып емделіп көрдім, Алматыдан барып, Құдайға шүкір, қызым жазылды деп, сол кісінің айтқанымен мен сізге келдім. 11 күн ем алдыңыздар, е? Бүгін 11-ші күн. Қазір жақсы. Қазір жақсы. Күштің өзің айта бар. Айтшы, 10 жыл қалай жүрдің, қазір қалайсыз? Баяғыда осы жерге келмей тұрып, менің жүрегім жаман қысылатын. Жүрек қысылатын, ауа жетпейді. Қатты қысылатын, ауа жетпейді. Содан кейін осы жерге келдім. Мен еще түніңді көрдім. Еще айттым, беліңді ауырады екен ғой сен қызың деп. Қазір бел ауырған басылды? Бел ауырған басылды, жүрек ауырған басылды. Сосын ауа жетпейді деп қойды. Қазір енді ауа жетпей, о да басылды. Иә, басылды. Тамшы. Прям күшті болып қалдым сенен кейін. Жанысы, емің қалай болып жатыр? Ұйқың қалай болып жатыр? Ұйқым жақсы. Болды ғой, міне. Енді қараңыздаршы, мына жерде бұл кишечник не болып жатыр, анализ не болып жатыр, қай орган не болып жатыр. Бұл жап-жас адам, организм тез-ақ айығып кетеді. Мұндайларды мен бірден аламын. Айта береді, маған келген кезде тек нәтижемен келеді, мен барамын да себеппен күресемін. Ол қандай диагноз қойды, 10 жылда қандай тарихта не өтті, маған қызық емес. Енді мені бір айтатыным, жаңа Алла тағаланың құдіреті ғой, енді мына қарашы. Сізді біз кеше күткенбіз. Сосын білмеймін, ол кісі көре аласыздар ма, көре алмайсыздар ма деді енді. Ол кісі жұмыстары көп қой. Сосын жаңа айтып отырғанмын Мөлдірге. Сол кісіні бір көріп қалсақ екен, сен түріңді көрсеткен деп отыр. Жоқ, жақсы, жаңа кіріп келсе Мөлдір ашық, күліп отыр. Мені бүйтіп тұнжырай. Енді соны енді ауру адам тырысқақ болады. Сонда Мөлдірге ренжіген жоқ. Бір күні күліп шығады дедім. Күліп отыр майысып. Енді менің оқымды оқымасам, вообще ұшақ боласың. Денсаулықты қалай күтуді, ертең тұрмысқа шығасың, қандай әйел болу, қалай келін болу, баланы денсаулық қалай әкел, оны денсаулықты қалай бағу керек. Сендер қазақтың ұрпағысыңдар, қазақтың болашақсыңдар. Сендерді оқытуымыз керек. Ақша жинап мына қызды оқытып жібердім. Енді қазір емеспін. Қазір де денсаулықты әрі күту үшін не істеу керек екенін білдің ғой, иә? Кішкене өз-өзіңе келіп ал, ерте ұйықта ең басты. Аяқ қолыңды мұздатпа, тобылғыңды ашпа, қалың киін, өзіңді күт, өзіңмен айнас. Алға мақсат қой. Айқын мақсат, талапты шыдамдылық, айдадағы жол күшті болады. Екеп мен сабағым оқы. Окей? Жанысы. Молодец. Жақсы, ондай аман болыңыздар.